Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге ChatGPT-дің мұғалімдерге арналған құпия кодтарын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Кез келген өзіміздің аккаунтымыз арқылы ChatGPT-ға кіреміз. Мен мына жерден қазір новый чат деп ашайын. Сіздер чатқа тіркеліп кірген кезінде осындай беттеріңіз ашылады. Естеріңізге сала кетейін, әрбір аккаунтта 20-25 суретке дейін жасауға болады, генерация жасауға болады. Ал егер де сіз сондай суреттерді күніге жасайтын болсаңыз, онда сіздің лимитіңізді 5 суретке дейін шектеп тастайды. Сондықтан да мен бүгін сіздерге жасау үшін өзімнің барлық аккаунттарымның барлығын лимитін тауысып тастадым. Қазір сіздерге дайын болған кодтарды және суреттерді көрсеткімге отыр. Және бір-екі суретті көрсетуге осы аккаунттан мүмкіндік әлі де бар. Енді қараңыздар, аккаунтқа кірдік, новый чат деп таңдаймыз. Мына жерден создать изображение дегенді басамыз. Болмаса плюс емес, мынаның қасына собачка белгісін қойсаңыздар, сонда создать изображение деген таңдау шығады. Жақсы, осындай таңдау шыққаннан кейін сіздер мына жерге кодты жазасыздар. Код ол бізде қандай? Мен сіздерге осындай ChatGPT-дің құпия кодтары деген документті дайындап қойдым. Қараңыздар, ішінде 19 кодтан тұрады. Енді осы жерде неше түрлі жұмыс парақтарын шығарады. Неше түрлі жаңағындай көрнекіліктерді шығарады. Сабаққа деген визуалды көрнекіліктер, 3D көрнекіліктер. Енді бояғыш, раскраска дейміз ғой, раскраскаларды шығарады. Кез келген сіздер жазған тақырыптарыңызды барлығын соған айналдырып шығарып береді. Мысалы, мына жерде тұрған инфографик, кез келген тақырыпты инфографика етіп шығарып береді дейді. Жарайды, енді бұл жерден жұмыс парағын көрейік. Мына жерде жұмыс парағы дегеніміз, мінекей жұмыс парағын дайындап береді дейді. Worksheet дегенді көрейік. Worksheet деген копировать. Аккаунтқа қоямыз. Создать изображение дегенді басқаннан кейін осы 9 дегенді алып тастайық. Мынау белгіні қоямыз. Міндетті түрде слэш деп айтады бұны. Қисық сызық дейді, немесе слэш деп қояды. Осы знакты қойғаннан кейін worksheet деп жазамыз. Одан кейін кез келген сізге қажетті тақырыпты жазамыз. Worksheet жұмыс парағын жасап береді. Мысалы, тақырыбыңыз қандай? Қай пәнді, қайнен алсақ екен. Енді менікі өзімдікі информатика болғаннан кейін информатиканың тақырыптарын алдым. Маған неше түрлі тақырыптарға шығарып берді. Мен қазір енді давайте фотосинтез дейік. Биологиядан, фотосинтез деп жазайық, не шығарып береді екен көрейік. Көп уақыт тоспайсыз, бір минут әрі кетсе. Осы бір суретті сіздерге көрсетейін. Негізінен құпия кодтарды бір жерге сақтап қойған дұрыс. Осындай қажет кезінде тез ғана ашасыз да кодты жазып, керек тақырыбыңызды жазасыз. Сізге қалаған тақырыбыңызға жұмыс парағым болсын, көрнекілік болсын, 1 минут, 2 минуттың ішінде дайындап береді. Мінекей қараңыздар. Фотосинтез деп жаздық бізге. Ал енді мінекей осы жерде біз дұрыс жазбадық. Worksheet, фотосинтез қазақ тілінде деп жазу керек. Бізге жұмыс парағын орыс тілінде шығарып берді. Қазір мен қайтадан запросымды жіберейін. Қазақ тілінде. Мінекей осындай бір кішкене минустар болады. Бірінші суретімізді осылай қазақша бастап кетсек, келесі суреттерімізді де уже автоматты түрде қазақ тілінде шығарып беріп отырады. Бұл мен сіздерге бірақ қана нені көрсетіп отырмын, құпия кодын. Енді басқа да құпия кодпен жасалынған суреттерді мен сіздерге көрсетемін. Мынаны көріп алайық. Инфографик, контент
пасты, комик түрінде де шығарып береді. Sticky notes, аны стикерлерге жазып шығарып береді. Anatomy of, яғни кез келген заттың құрылысын шығарып береді. Explode view, кез келген затты бөлшектеп шығарып береді, яғни бөлшегін. Handwriting деген қолмен жазғандай тақырыпты ашып жазып береді. Exploit write, кез келген затты бөлшектеп шығарып береді. Енді екеуі де бірдей, бірақ та екеуінің айырмашылығы бәрібірде бар. Мінекей қазақшасын бізге қазақшаға аударып шығарып берді. Так, бұны өзімізге мына батырманы басу арқылы жүктейміз өзімізге компьютерға, ноутбукқа. Енді бұл жерде поделиться деген батырмасы да бар. Бұны басқа жаңағы соцсеттарға жібере аласыз. Немесе өзіңізге жүктеп, сол жерден де қарай аласыз. Енді мен сіздерге үлкейтіп көрсетейін мына жерден. Қараңыздар, мінекей. Оқушының аты жөні, күні жазылады, тақырып жазылып тұр, және бұл фотосинтез дегеніміз не, қысқаша ережесі жазылған. Сосын кейін жұмыс парағы ғой, тақырып нелер, тапсырмалар кетеді. Бірінші сызбаны қолданып фотосинтездің сызбасын толтырыңыз дейді. Мінекей оқушы мына жерлерге жазып шығады, иә. Келесі мына жерде фотосинтездің әрекеті өзі қандай екені жазылады. Мысалы, шөпке су келеді, суарады, ол сосын кейін жапырақтан осындай оттегі бөледі, көмір қышқылын өзіне сіңіреді деген сияқты, күн сәулесінен жарықтан ол өзіне қажетті заттарды алады деген сияқты. Осылай фотосинтез жүреді деген. Екінші, бұл бізде дәл осы тақырыпқа мәтіндегі бос орындарды толтыр дейді. Бос орындарға сөз жазып шығады. Фотосинтез кезеңдерінің дұрыс ретін жазыңыз дейді. 1-ден 5-ке дейін нөмірле. Дұрыс жауапты таңда, жапырақ бөліктерін ата дейді. Фотосинтездің жердегі тіршілік үшін маңызды түсіндіріңіз дейді. Енді мына жерде бізде бірақ дескриптор жоқ, және өзін-өзі бағалау дегені жоқ. Алдында менің немде айтылып өткендей. Енді бірақ бізде мына жерде фотосинтездің жердегі тіршілік үшін маңызды түсіндіріңіз дейді. Жазады оқушылар. Бірақ мына жерде бізге дескриптор және оқушының өзін-өзі бағалау деген бөлімдері жоқ. Оны біз қосымша жаңағы мына жерде жазып өттік қой. Қайда кетті? Создать изображение, мына воркшитті қойдық, тақырыпты жаздық, және осы жерде сіз белгілеп кете аласыз. Жұмыс парағында осындай нелері болсын деген сияқты, жаңағы дескрипторы және өзін-өзі бағалау жолағы болсын деген сияқты жазсаңыз, ол астына қосып береді. Енді қараңыз, лимит менде біткен, енді мен сіздерге дайын болған суреттерді көрсетіп шығайын. Мінекей. Бүгіннен бастап жасағандарым міне. Мына бізде смартфонның анатомиясы, яғни кез келген тақырыпты жазасыз, ол сізге осылай бөліктерге бөліп анатомиясын шығарып береді. Келесі сурет. Ол бізде автомобильдің құрылысы, жаңағы мен сіздерге айтқан бөлшектерге бөліп көрсету деген код бар ғой, сол біреуі осылай бөлшегін шығарып, осылай жазып береді, екіншісі жаңағы сияқты шығарады. Келесі жүрек құрылысы дейді. Мына жүректің құрылысын қолмен жазғандай етіп, мінекей сызып, барлығын осылай жазып береді. 7 ата ұрпақтың шежіресі. Яғни бұл да бізде кодпен жазылған кез келген заттың жаңағы қайсы бұл? Жұмыс парағы емес, минтмап. Так, бұл бізде мінекей тақырыпты ашып жазып береді. Бөліп әдемі шығар. Бұл емес. Жаңағындай тақырыпты қасай, көрнекілік, боямық дейді. Енді осы жерден жазасыздар, сонда шығады. Осы жерде бүкілі бар мен жасаған. Мына жерде бізде мысалы ережелерін, мына ғой ол, ережелер түрі дегеніміз. Мысалы 7 ата, септік түрлері деген, мен мап тармақтарға бөліп әдемі қылып шығарып береді. Мінекей осылай сияқты.
Енді бұл жерде тек қана жеті ата емес, мысалы септіктерге жасауға болады, орыс тіліне байланысты шығаруға болады. Осындай тақырыптарыңыз болса, осылай көрнекілік жасап алсаңыздар болады. Келесі тағы мынандай әдемірек түрін де шығарып берді. Векторлық графика Pixar стилінде. Мен Pixar стилінде деп жазған едім, маған тура сол жазуымды да шығарып берді. Бұл бізде жұмыс парақшасы. Жұмыс парақшасы тоже астында несі жоқ, өзін-өзі бағалауы. Мына жерде бізде боямық дедік қой, жаңа раскраска қылдырып шығарып береді. Тоже тақырыпты жазасыздар, кодты жазасыздар, тақырыпты жазасыз, сізге сол тақырыбыңызға байланысты осындай раскраска. Бұл әсіресе бастауыш сыныптарға, егер тәрбиеші болсаңыз, тәрбиешілер балаларға беруге өте жақсы. Даже болмаса үй жағдайында өзіңіздің балаңызға шығарып беріп, уақытты тиімді қолдануға осындай шығарып бересіңіз да керемет дүние. Келесі фотосинтез деп тақырып берген едім, осылай жұмыс парағын шығарып берді бізге. Жұмыс парағы емес, бұл бізде көрнекілік. Яғни әрбір жинағы жапырақтың қандай нелерден тұратыны деген сияқты қылдырып жазып берді. Мынау тағы сол тақырып жапырақтың құрылысын шығарып берді. 3D қылдырып, қандай нелерден тұратынын тек қана мен өзім ойыма келген сол болғаннан кейін сол тақырыпты жаза бердім. Ал сіздер өзіңіздің пәніңізге байланысты тақырыпты жазасыздар, соған байланысты осындай суреттерді шығарып береді. Мына мысалы күн жүйесі деген 3D модель несі бар, жаңағы жерде коды, соны жазған кезінде сіздерге осындай суретті, бейнені шығарып береді. Енді осы суретті біз неге салып, Gemini'ға салып, болмаса жаңағы VO3-ке салып қозғалтатын болсақ, вообще видео андай үзіндіміз дайын болып тұрады. Келесі күн жүйесі тағы да осындай вариантпен нұсқамен шығарып берді. Астында еще жазып береді мынандай нелерін көрсетіп. Мынау бізде Kids деген код, ол жылдың 4 мезгіліне осылай қылдырып шығарып бердім. Бірақ та басқа да тақырыптарды алсаңыз болады. Ай атауларына, тағы да сондай біріккен атауларға, сондайларға жасауға өте жақсы. Мынау бізде қима қағазды, яғни несін жасап береді. Мына жерін қи, мына жерін бүкте деген сияқты мысал. Біз бұны клей желімдеу арқылы біз осындай кубтың суретін аламыз. Тек қана кубқа емес, басқа да неге заттарға жасауға болады. Келесі ноутбуктың даму эволюциясы. Мінекей қараңыздар. Бірінші алғашқысынан бастап қазіргі кезге дейін бөліп жасап берді. Өзіңіздің тарих сабақтарында бұл кодты қолданса өте күшті. Келесі адамның миы. Бұл бізде кескін, яғни жартысын кесіп, іш құрылысына дейін бөлшек-бөлшектеп, қандай не атқаратынын барлығын жазып шығарып береді. Мына жаңағы фотосинтез, бұл жұмыс парағы біздің жасағанымыз. Так, болды осымен. Енді әріптестер, игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Мен мына жұмыс парағын өзімнің телеграм каналыма жүктеп қоямын. Сол жерген мен телеграм каналымның сілтемесін сіздер каналдан немесе менің инста парақшамнан табасыздар. Жақсы, сау болыңыздар.